Қайырлы күн достар, бүгін бір жасағаннан керемет болып шығатын жасалу жолда өте оңай песочный мясной пирогтың рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен песочный тестамызды дайындап аламыз. Ұнға тұз, разрыхлительді қосып араластырып, еріп тұрған сары майды салып, тюрканың көмегімен немесе қолдың көмегімен осындай болғанша жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне қаймақ қосып, қамыр илейміз. Қолға жабыспайтындай етіп қамыр илеп болған соң бетін жауып жарты сағатқа холодильникте қалдырамыз. Осы уақытта начинкасын дайындай, қызып тұрған табаға пиязды салып қуырып алып, үстіне фаршты салып араластырып бетін жауып қуырамыз. Келесі бізде пюрені мен уақытты үнемдеу үшін қабығын ашып тастап қайнатамын. Қайнап пісіп болған соң суын төгіп, татымына қарай тұз салып еземіз. Жарты сағат холодильникте тымып тұрған қамырды алып, екі бөлікке бөлеміз, бірін үлкен, бірін кішкентай етіп. Сосын екі қамырды да қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Қамырдың қалыңдығы видеода көрсетілген, солай орташа қалыңдықта ұн сеуіп отырып жайып аламыз. Дайын болған қамырдың үлкенін астыңғы бөлікке қойып, ішіндегі начинкаларын саламыз. Алдымен пюрені, сосын пиязбен қуырылған фаршты. Сосын екінші кішкентай қамырды үстіне қойып, астыңғы қамыр мен үстіңгі қамырды видеодағыдай етіп біріктіріп шығамыз. Пирогтың ортасын осылай пышақтың көмегімен кішкентай етіп тесіп қойып, бетіне жұмыртқа жағамыз. Сосын вилканың көмегімен әдемілік үшін узор жасадым. Піскенде әдемі болып көрінеді, сіздер де жасасаңыздар болады. Дайын болған пирогты 200 градуста алдын ала қызып тұрған пеште беті қызарғанша шамамен 20-25 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің песочный мясной пирогымыз дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Разрезі осындай, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше.